Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Бүгін мен ағылшын тілі сабағында жаңа сөздерді тексеру үшін қолданылатын онлайн платформаны көрсететін боламын. Бұл құрал оқушылардың сөздік қорын бекітуге және тез тексеруге көмектеседі. Бұл онлайн платформаның аты quiz.com. Өзіміздің Google браузерімізге кіргеннен кейін сайт теретін жерге quiz.com деп ағылшын харіпте жазып, сол сайтқа өтетін боламыз. Одан кейін біз осы сайтқа өзіміздің Google аккаунт логинмен осы ойынға кіріп, тіркеліп, өзіміздің қалаған тақырыбымызға сұрақ квиз құрастыра аламыз. Сайттың алғашқы бетінде сол жағында өзіміз қолмен құрастыра аламыз, ал енді сайттың оң жағында біз жасанды интеллект арқылы тек тақырыпта ғана жазып, бұл өзі бізге тиісті қызықты сұрақтарды құрастырып беретін болады. Осы жерге тақырыпты жазамыз. Кез келген тақырыпқа сәйкесінше қызықты викториналық сұрақтарды құрастырып береді. Мысалға, мен табиғи апатқа байланысты сөздік жаңағыдай жарысын, сөздік квизін құрастырдым. Бұл жерде әр сұрақта жаңа сөз және бірнеше жауап нұсқасы беріледі. Оқушы дұрыс мағынаны таңдайды. Жауап бергеннен кейін нәтиже бірден көрінетін болады. Бұл неге тиімді? Бұл әдіс жаңа сөздерді жай жаттап алу емес, оларды түсініп қолдануға көмектеседі. Сонымен қатар оқушылар бір-бірімен жарыса отырып белсенді қатысады. Мен бұл тәсілді көбіне мәтінді оқығаннан кейін қолданамын. Алдымен сабақтың барысында, сабақтың басында сөздерді түсіндіремін, жаңа сөздерді, кейін осы тест арқылы бекітемін. Қай сөз, қай оқушыға қиын болғанын бірден анықтайтын болам осы тәсіл арқылы. Енді бұл платформаның артықшылығы уақытты үнемдейді, оқушылардың қызығушылығын арттырады және жаңа сөздерді есте сақтауға көмектеседі. Сіздермен қазір осы ойын барысын көрейік. Бұл бізде тағайындалған тақырып 7-ші сыныптарда кездесетін табиғи апаттар. Сол тақырыпқа байланысты міне жасанды интеллект құрастырып берген жаңа сөздікке байланысты ойын. Бұл енді ойынды старт деп бастаған кезде бірнеше ойыншылар бар болса сыныпта, сол оқушылар өздерінің байланыс телефонымен осы QR арқылы осы ойынға бірден жылдам кіре алады. Немесе сол өздерінің браузерлері арқылы quiz.com деп жазып, сосын осы ойынның пин кодын жаза алады. Мысалға, алдарыңызда тұрған 550-632 деген секілді. Сосын мұғалім старт деп бастайды. Оқушыға осындай тізбек көрінеді. Бұл жерде оқушы өзінің аты жөнін жазу керек болады. Біз кез келген атты жазайық, мысалға Фернандо деп. Сосын дан дегенді басамыз, дайын екенімізді көрсетеміз. Play and create. Мұғалім экранды толық басады да. This AI generated quiz may contain errors. Осылай сұрақтар кете беретін болады. Біз тезірек енді таңдап баса салайық. Суреті шығады, сұрақ оқылады бұл жерде. Және дұрыс жауап соңында көрінеді. Which term describes a large wave caused by an underwater earthquake? What is a rotating column of air extending from a thunderstorm to the ground? What is a prolonged period of abnormally low rainfall called? Which natural disaster involves the rapid flow of snow down a slope? Avalanche. What is a tropical cyclone with strong winds and heavy rain called?
What is the term for a sudden overflow of water onto land? Flood. Final question. Double points. Соңғы сұрақта бұл ойында екі еселенген Which ұпай term береді. describes a violent snowstorm with strong winds? And the winner is Соңында Fernando. жеңімпазды атап көрсететін болады осылай. Және де біз осы view report дегенді басып, қай оқушы қандай сұрақтарға дұрыс жауап бере алды, және қаншалықты тез немесе қаншалықты баяу жауап бере алғанын біз осы оқушыларға көрсете отырып кері байланысты бере алатын боламыз. Соңында осы ойындан шығып, осы ойынды аяқтай аламыз. Енді қорытындылай келе, құрметті әріптестер, көрермендер, бұл құрал жаңа сөздерді тексеруге және бекітуге арналған тиімді цифрлық тәсіл. Ең бастысы оны сабақ мақсатына сәйкес қолдану. Бұл жерде ең бастысы назарға алу керек болған нәрсе бұл сабақтың тақырыбына, мақсатына сәйкес қолдану. Одан бөлек сіз өзіңіз құрастыра аласыз, немесе жасанды интеллектке сізге керек болған тақырыпты ғана жазып, бұл өзі quiz.com сайты сіздерге сұрақ құрастырып бере алады. Міне біздің негізгі беттің оң жағында тұр. Немесе төмен жағында дайын тұрған оқушылардың арасындағы танымал тақырыптарға байланысты арнайы мына жерде құрылған дайын тұрған тесттер де бар. Жалпы осы назарларыңызға рахмет. Сабақ барысында қолдансаңыздар болады, өте тиімді. Жаңа сөздер тексеруге немесе тақырыпты бекітуге өте тиімді, қарапайым, жеңіл, онлайн ойнатылатын quiz.com тәсілі осы. Көп рахмет.